Алдымызда жаңа жыл келе жатыр. Сіздер қандай салат жасарыңызды, қандай салат дастарханға қоярыңызды білмей отырсаңыздар, міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Бұл видеода пачуба салатының осындай екі әдемі түрін жасап үйренетін боламыз. Және де өте тойымды, өте дәмді салатты бірге жасаймыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге қайнатылған осындай қызылша, және де картошка, сәбіз, осындай майонез мен қапшыққа арнайы құйып алдым. Жаққанға ыңғайлы, және де тұз қажет болады. Және де осындай селедка қажет болады. Осындай дайын түрі, ешқандай да тазалаудың қажеті жоқ. Осындай түрін алсаңыздар, өте ыңғайлы болады. Маймен бірге құятын боламыз. Сол кезде біздің пачубамыздың асты өте дәмді болып тұрады. Осылай турап қойып, үстіне майонезімізді жағамыз. Және де картошкамызды терканың осы кішкене дәурек жағынан өткізетін боламыз. Қатты майда жағынан өткізудің қажеті жоқ. Және де достар, картошка мен сәбізді мен осылай аз-аздан ғана салатын боламын. Мен осы кішкене ғана қабатына осылай картошканы салсам, кішкене тұз сеуіп, майонезімді үстіне сеуіп, оның үстіне сәбізді өткізетін боламын. Және де сәбіздің үстіне мен қайтадан майонез сеуіп, картошкамыздың қалған бөлігін өткіземін. Достар, мен негізі көп қып картошканы өткізіп, одан кейін майонез бен тұз сеуіп, оның үстіне сәбізді өткізіп, олай жасамаймын. Ол кезде кішкене дәмі өзгеше болып қалады. Осылай аз-аздан ғана өткізе отырып істесеңіздер, өте дәмді болады. Және де ең бетіне осы қызылшамыздың ең майда жағынан теркамыздан өткізіп, осылай бетіне жабатын боламыз. Қасығымызды селедканың майына кішкене салып алатын болсақ, осылай жылтырап біздің салатымыз өте әдемі көрініп тұрады. Осылай барлығын үстін жауып шығатын боламыз осы қызылшамызбен. Өте оңай, барлығын үстіп жапсаңыздар, өте әдемі болып тұрады. Және достар, осы кезде мен ойыма өте қызық бір оқиға түсіп отыр. Бір әпкеміз екінші әпкемізге хабарласып, сенің осы бір қуанышында мен осы пачубаның үстінде тұратын розовый майонезді көріп едім. Сол майонезді қаяқтан алдым, мен оны таппай жүрмін дейді. Сол кезде ол күліп, сен қызық екенсің ғой, ол қызылшаның бояу аққаннан кейін розовый болды ғой деп күлген екен. Мінекей өте қызықтар болады осылай пачуба салатында. Пачуба салатында мен негізі үстіне майонез жақпаймын, өйткені осы бір қызық жайт есіме түсіп кетеді. Майонезіміз біздің розовый болып кетеді. Сондықтан да мен ең үстіне тек қана жұмыртқаның сарысымен сәндеп қоямын. Мінекей төбе жаққа үйіп қойсаңыздар, салатымыз өте әдемі көрініп тұрады. Және де достар, мінекей екінші салатымыз, екінші түрін осылай жасаймыз. Ортасына стаканымызды қоямыз, осылай қақ ортасына қойсаңыздар. Және де жан-жағына осылай селедкамызды, одан кейін оның үстіне майонезімізді, және де жан-жағына осылай картошкамызды істеп шығатын боламыз. Дәл осы бірінші видеодағыдай жасаймыз. Тек қана осы жан-жағына істейтін боламыз. Сол кезде біздің салатымыз кольцо секілді өте әдемі болып тұрады. Және майонезімізді, тұзымызды сеуіп, оның үстіне сәбізімізді теркадан өткізіп қосатын боламыз. Барлығын осылай жасап шығатын боламыз, достар.
Осылай қасығымызды майлап істесеңіздер өте әдемі болады. Және де мінекей жұмыртқаның бізге ағы қажеті жоқ. Тек қана сарысымен осылай бетін сәндесеңіздер әдемі көрініп тұрады. Мінекей осылай сарысын ғана осындай чұркадан өткізіп қосатын боламыз. Мінекей достар, біздің өте оңай әрі жылдам жасалатын және де жаңа жылды еске салатын біздің патшуба салатымыз дайын болды. Жаңа жылда осындай отбасыларыңызбен бірге осы патшуба салатын жасасаңыздар өте керемет болып отырады. Және де тойымды. Сіздермен болған келін Камайра Құлан.